Сәлем достар. Бүгінгі видеода мен өзім оқып жүрген кітаптар туралы сіздерге айтып берейін. Кітап білім бұлағы болғандықтан сіздерге де кітап оқуға кеңес беремін. Ендеше кеттік. Мен оқу білмесем де 4 жасымнан бастап аудио ертегілер тыңдап өстім. Соған дәлел міне. Электронды киіз-үймен ақылды қоян міне. Мына кітаптың ішіндегі барлық ертегілерді мен барлығын тыңдап өскем. Мен үлкен кісілердің батасы қабыл болатынына сенемін. 2018 жылы шілде айында Алматы қаласындағы Көктөбе санаторийінде ақын ата Мұхтар Шаханов пен мамам екеуміз бірге жаттық. Сол кезде Мұхтар Шаханов маған бата беріп, өзінің мына бір кітабын автограф жазып маған сыйға тартты. Мен өзім ақын атаның батасы қабыл болғанына сенемін. Келесі жылы, яғни 2019 жылы, мен Алматы қаласындағы 145-ші Әл-Фараби атындағы мектепте оқып жүргенімде Мұхтар Шахановтың мәнерлеп оқу сайысының 3-ші кезеңіне қатысып, 2-ші орынды иелендім. Міне менің сол кезде жеңіп алған күміс медалім. Былтырғы өткен Абай Құнанбаевтың 175 жылдығында мен Абайдың 11 өлеңін жаттап сайысқа қатысқан болатынмын. Міне, сол 11 өлең. Ғылым таппай мақтанба, міне. Мен бос уақытымда өзімді дамытқанды жөн көремін. Міне осындай квест ойындың мен жауабын сәл таба алмай қиналған едім. Мен бұл квест ойынның жауабын міне. Мына бір логикалық сұрақтар, есептер, ойындар мен құрастырмалар атты кітаптан таптым. Міне қасқыр, ешкі және капуста. Мінекей. Және де мен бұл кітаптан қосымша кубик рубикті құрауды да үйрендім. Мінекей. Бұл кітапта мен кубик рубик құрауды осылай үйрендім. Сіздерге міне осындай пирамида кубик рубигін шашып тез-тез құрап берейін. Мінекей. Ендеше қараңыздар. Мінекей, менің бұл оймен айтқым кеп тұрғанды әртүрлі кітаптарды оқысаңыздар, сіздерді өйстіп дамып үйренесіздер. Мен биыл 3-ші сыныпта 20 ақпаннан бастап ұрпаққа аманат деген осы бір кітапты оқып жүрмін. Бұл кітап күрделі кітап, бірақ мен соған қарамастан ішіндегі мәтіндерді оқып жүрмін. Жылдам оқудың кілтті сөздер деген әдісін қолданамын. Мен бұл кітаптан өзім бұрын сонда естіп көрмеген әртүрлі туыстық атаулардағы сөздерді біліп жатырмын. Мысалға міне нәсіл-нәсеп. Бұл нәсіл-нәсеп деген қыздан тараған ұрпақтар, жиен-жиеншар және тағы басқалары. Әртүрлі осындай заттар. Және де келесі ақ қолтық. Мінекей. Мына жерде тұр міне. Ақ қолтық деген ол бізде 4-ші әйел. Мен жазған кілтті сөздерімді ұмыт қалмау үшін осы бір дәптерді бастап осыған жазып қоямын. Міне, мен болашақ мамандығымды осы бастан таңдап қойдым. Өскен кезде тіс дәрігері болуды армандаймын. Сондықтан мен осы бастан бастап адамның тіс және жақ сүйектері туралы алдағы уақыттарды оқып үйренетін боламын. Мен бұл тістер туралы осы бір балаларға арналған энциклопедиядан оқып жүретін боламын. Ендеше видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта қызықты контенттер жазатын боламыз.